Hepsini takmalı. Aa şimdi oy ne Uy. Ne de sırrı. Assalamualaikum. Aleykümselam. Sağ ol. Kesimim maksat. Sakin. Asam o. Sakin. Zeb. Oy. Gel. Siz boz aldınız mı? Ya o saldık. Черкасск па? Ана не қайда? Оборон деймін, қорған деймін, сол қайда? Осы ғой міне, Черкасск. Осы жер ме? Иә. Кәдімгі қорған бар шығар деп ойладым. О, мемориал. О, жоғары жаққа бар. Қалай барады? Қалай барасың? Тас жолмен прямой жүре берсең, тас жолмен. Бай бұрылу керек па? Тура бара ма? Тура асфальтпен жүре берсең, болды иә. Өзің туған жерің. Осылай келетсің бе? Алматыдан келетім осылай. Қапшағайдан. Болды. Не керек? Нан керек? Не бар? Жоқ, рахмет. Мёда. Экскурсовод бар. Мёда. 1 min. Ол не? 1 min. Ана мемориалдың директоры. Экскурсовод па? Иә. Көрсет алам ба? Мёда. Жоқ, мёда бар. Тағы не бар бұл жерде барып көретін? Есть музей, мемориал есть. Мынау ма музей? Мынау клуб, ана жақта не бар? Штаб бар. Ана жақта штаб бөлек. Соны түсінсең, оңай табылмас. Бірге ДК-ға исторический музей бар. Мемориалға барады ма? Қонатын жер бар ма? Жоқ. Қонатын жер жоқ болса, атты байлап, мына жерде ұру деген жоқ бізде. Атты байлап қойсын. Ішінде, ой, не Ой, это сырне, кешке, вечером сырне. Ну, сейчас перекусишь, все хорошо. Солдырып әкепсіз ғой? О, нормально. Репсинского барса, он қаланы жеп қал, сырне. Рахмет сізге. Шағы бар ма? Ау? Пышақ бар ғой, пышақ бар. Сумкаға сыймайды ғой. Енді қай жағынан көмектесеміз? Жоқ, рахмет сіздерге. Көп рахмет. Көңілдеріңізге. Қазір иманды жігіттер бар. Біз енді кішкене туған күн болған. Айбекке барып. Жоқ. Жаңағы. Жоқ,
Көп рахмет сіздерге. Айып етпе, бауырым. Же, Айып етпе. Қонам десең, болмайды дей ма? по карте. Не, ну и парк ветеранов деген. Парк ветеранов емес. Я умирал. Онда сонымен қазір этот көрсете салайын сізге. Иә, Ары қарай барып енді сыртынан көре саласыз ғой, иә? иә. Потом бірақ артқа қайтасыз да. Или былай тікірен берсең, лепсін Қытай тігіне берсе Қытайға жарақ Қытайға жазып. өтіп кетті. Ана жерде атып тастайды. Бір жоңышқа сылы керек па? Иә, сол керек е. Рахмет сіздерге көп. Ақ жол. Иә, рахмет, шын көңіл. Алла разы болсын.